Бұл нәрсені мойындамай сынақ келген кезде біз айтып жатамыз кейде мен не жаздым деп. Біз сүйген құлдарын сынайды деп өзімізді сүйгендердің қатарына қосып жүріп жатырмыз. Ал қашан біз осындай ауыртпашылық келіп жатқан кезде осындай дәл осындай күйде қабылдасақ, бекерден бекер Алланың қалауымен ғана болады деп айтылып тұрған жоқ. Ал Құранда бір сөз түгіл бір әріп артық қосылмайды. Яғни сынақтың ілкі алғашқы негізгі мақсаты мұсылманды сындыру емес, я мұсылманға келіп оны еркінсітіп жіберу емес, сен сүйіктілерденсің деп. Асылында ол Аллахқа жақындату, тура жолға шығару үшін тура жолда бола алмай жатқан, қайта-қайта аяғын тайғызып жатқан, сол жолдан бойындағы дерттеріне кері байланыс. Асылында Аллах Тағала қауымның жағдайын өзгертпейді, адамдардың жағдайын өзгертпейді, олар өздерін өзгертпейінше деген сияқты аятымен осы кезде ойлана бастаймын. Сосын сұрақ қоямын. Не нәрседе мен өзгеруім керек сыртқы жағдай өзгеру үшін деп. Бұның да жауабы қайтадан Құранда. Демек, мен неде өзгеремін, қалай өзгеремін, немен жұмыс жасаймын деген кезде, мына біздің көкірегіміздегі дерттер мен санамызды тұмшалап тұрған ограничивающий, шектеуші убеждениеден арылу керек. Арылу керек. А оны арылу медитация арқылы, басқа арқылы болмайды бұл жерде. Бұл жерде Құран мен практика арқылы болады оның барлығы. Сіз Алла жеңілдігін берсін деп айту ол әдемі сөз, бірақ ол жеңілдікке қол жеткізудің алгоритмін көрсетіп тұр, онымен жұмыс жасау керек. Ассалаумағалейкум, құрметті байқуатты мұсылмандар, баршаларыңызға Аллахтың сәлемі, мейірімі мен берекесі болсын. Сапалы адамдардың мызғымайтын принциптері. Бұл видеомыз біздің дәл осылай аталады. Яғни сынақ кезінде сынбау жайлы. Басымызға қандай да бір ауыртпашылық, қиыншылық, сынақтар деп айтайық жететін болса, кері байланыстар деп айтқанымыз дұрыс. Қазір видео барысында түсіндіремін неге деп жатқанымды. Кері байланыстар келіп жатса, біз қалай сынып қалмаймыз? Күшті қайдан аламыз? Жалпы қандай көзқарас қойсақ болып жатқан ситуацияға біз аман есен өтіп кетеміз? Және қандай қадамдар жасасақ біз бұл ауыртпашылықтан құтыламыз деген сұрақтың жауабын бірге іздеуге тырысамыздар. Қазір ең бірінші бізде өздеріңіз көріп жүргендеріңіздей BQM TV деп аталады, яғни байқуатты мұсылман TV. Бұл жерде біз сұрақтарымыздың жауабын Құраннан және де сүннеттен алып, соған ой жүгірту барысында шығарған сабақтарымызбен, пікірлерімізбен бөлісеміз. Бұл тәпсірлеу, тәржімалау емес, бұл ғалымдардың үлесі, әрқашан айтамыз. Бірақ Құран аяттарына ой жүгірту, Алланың заңдылықтарына ой жүгірту әрбір адамның парызы. Тәпсірлеу ғалымдардікі болатын болса, ой жүгірту әрбір адам парызы. Міне, сол ой жүгірту барысында біз өзіміз кәсіп жасап жүрміз, әртүрлі жоба жасап жүрміз. Бізде әртүрлі өте көп сан түрлі қиыншылыққа ұшыраймыз, ұрынамыз. Сол барысында осындай ситуациялар кезінде жауабын сұрақтарымыздың, осы түйіншектеліп тұрған мәселенің шешімін, түйінін Құраннан іздеп, сол жақтан тауып жатқан барысында түйген білімдеріміз бұл каналдағы. Енді мен сіздерге қазір осы қиыншылық барысындағы қандай мәселелер бар, одан қалай құтыламыз деген Аллахтың кәламынан алған сабақпен бөліскім келеді. Бұл жерде ең бірінші сынаққа байланысты біз түсінуіміз керек нәрсе. Білесіз бе, былай ғой. Бірінші Аллах Тағала Тағабун сүресінде қиыншылыққа байланысты былай айтады. Қандай да мұсибаттар, яғни ауыртпашылықтар адам баласына келсе, бұл Аллахтың қалауымен болады дейді. Яғни Аллахтың қалауымен деген сөзді біз Алланың қалауымен адамның қалауын бірдей түсінбеуіміз керек. Біз адам қаласа, біз қалай көреміз? Біз көксейміз, болған кезде, орындалған кезде қуанамыз. Біздің қалау осындай. Аллах қалады деген кезде, Алланың қалауы қалай? Адам бір нәрсені мысалға өзі үшін зиян болмайтын бір күнәні қалауы мүмкін да. Сонда Аллах Тағала қаласа, ол орындалады. Бірақ Аллах Тағала сол істі сүйді деген сөз емес. Алланың қалағаны дегеніміз Аллах соны сүйді, содан кейін рұқсат берді деп түсінуге болмайды. Аллах қалады деген Аллах рұқсатын берді. Сүймесе де Аллахқа бұл нәрсе сүйікті көрінбесе де рұқсатын беру Алланың қалауы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да адамның қалауынан ол салыстыруға келмейтін нәрсе. Енді осындай бір мұсибаттар, ауыртпашылықтар дейді адам басына жетеді, және ол Алланың қалауымен ғана болады дейді. Оның аяттың жалғасында түсіндіреді. Тереңінен оқып ой жүгіртетін болсаңыз, сол мұсибаттан кейін бірден Аллах Тағала бізге мынандай сөздерді айтады. Кімді қаласа жаңағы тура жолға салады деген өзінің хабарын жеткізеді. Бірден сынақ туралы айтылды да, ары қарай тура жолға салу туралы айтылады. Яғни біз ұғынуымыз керек мынандай дүние бар да. Кез келген ауыртпашылық сынақ, біз оған біріншіден бұл Алланың қалауымен орындалды, Аллах рұқсатын берді бұған. Демек бұл жерде даналық бар деп түсінсек, оны түсіну дегеніміз қалай екен қазір айтамын. Дұрыс бағытта одан кейін қозғалсақ, біріншіден оған дұрыс баға беріп қабылдап алу, одан кейін шешім шығарғаннан кейін, бір түсінікке келгеннен кейін дұрыс
жауап беріп ары қарай қадам жасайтын болсақ, біз сол ауыртпашылық нәтижесінде тура жол табады екенбіз да. Көрдіңіз бе? Яғни ауыртпашылықтың өзі біздің басымызға келеді, біздің жөнделіп, түзеліп, тура жолмен кетуіміз үшін. Енді тура жолға келген кезде истиқама деп айтамыз ғой. Негізі истиқама демек тек қана тура жол мағынасын білдірмейді. Мұстақим дегеніміз бұл тіпті араб тілінде өлең жазылған кезде оның ұйқастарын келтіреді, жөндейді. Ұйқаспай қалған жерлерін. Корректировка деп айтамыз ғой, сондай да мағына береді. Яғни тура жолда болу дегеніміз бұл әрқашан өзіңнің жаныңды теріс дерттерден, санаңды дұрыс емес теріс убеждениялардан тазартып, мінезіңді дұрыстап отыру процесінің өзін тура жол деген мағынаны білдіреді. Яғни біз ауыртпашылықтар келген кезде егер де оған дұрыс қарым-қатынас берсек, дұрыс қарым-қатынас дегеніміз бұл қалай? Бізге ауыртпашылық келіп жатқан кезде біз көбінесе білесіз бе, қазіргі мұсылмандар бізде екі түрлі крайность бар, екеуі де минус негізінен. Біріншісі, біз жылап жібереміз, сынып кете жаздаймыз. Мен не жаздым деген сөз айтамыз. Біз жасап қойған нәрсеге қарай Аллах негізде есептесетін болса, біз қашан жер бетінде негіз болмауымыз керек еді. Біз аспаннан тас жауып жоқ болып кететін адамдармыз негізінде. Мен көрген қазір проблема, мен кейде айтамын ғой, мына күнәлардың зардабы десем, ана сабақтарды көріп отырып кейбір адамдар айтады да, мен айтарлықтай күнә жасап жүрген жоқпын ғой дейді. Біз даже кейде күнәларымызды көрмейміз. Білесіз бе, адам баласы сондай сөз айту мүмкін дейді да, ол Аллахқа сондай дәрежеде ұнамайды дейді ол сөз. Бірақ адам оған мән бермейді дейді, мүлдем салмақ бермейді ол сөзіне дейді. Бірақ сол дұрыс емес сөзінің нәтижесінде Аллах оны тозақтардың қатарына жазып жібереді дейді. Мысалы біз кейде келеміз деп күліп біреуге бірдеңе айта салуымыз мүмкін да. Ол адам сізге де деп күлуі мүмкін, бірақ ішіне оның көңіліне тиіп қалған болса, және ол Аллахқа ұнамаса, сол жерде адам тозақ болып жазылып кетуі мүмкін екен, Аллах сақтасын. Көрдіңіз бе? Яғни біз негізінен өте көп дұрыс емес нәрсе жасаймыз. Оны мойындамаймыз, оның өзі проблема. Екіншіден, осы нәрсені мойындамай сынақ келген кезде біз айтып жатамыз кейде, мен не жаздым деп. Бұл бір проблема. Сынаққа дұрыс емес кері байланыстың бір түрі. Екінші бір түрі сынақ келген кезде, бұл басқа крайность. Аллах сүйген құлдарын сынайды деп айтамыз. Алланың сүйген құлдарын сынау бұл басқаша болатын нәрсе ағайын. Білесіз бе? Біз өзімізді сол категорияға кіргізуден сақтануымыз қажет, сақтануымыз керек. Бұл белгілі бір дәрежеде үміт береді. Мысалға, адамның аяғына кішігірім мұсылман иман келтірген адамның аяғына кішкентай тікен кірсе де, сол арқылы Аллах кәффарат қылады дейді. Кәффарат дегеніміз ол күнәсінің кешірілуі, тазаруы. Ескер, күнә деп жатыр бұл жерде. Яғни дұрыс емес нәрсе біздің историямызда сохраненный тұр ол жерде. Соған өтем деп айтып жатыр да, өтем деп жатыр. Оның өзі бөлек нәрсе. Енді мен айтқым келетіні, біз қандай қателік жасап жатырмыз? Сынаққа біріншіден сынып кетіп жатырмыз. Не жаздым деп күнәмізді ауыр көрмейміз. Екінші мәселе, біз сүйген құлдарын сынайды деп өзімізді сүйгендердің қатарына қосып жүріп жатырмыз. Бүйткен адам, сынған адамда, өзін сүйгендердің қатарына қосқан адамда тура жол таба алмайды сынағы нәтижесінде. Тура жол дегеніміз, яғни ол жақтан шығып кетіп, ол басына келген ситуация негізі белгілі бір мақсатпен келеді. Оны жөндеу керек. Бұл сенің дұрыс емес әрекетіңе кері байланыс. Ашығын айтатын болсақ, сынақ сенің дұрыс емес әрекетіңе кері байланыс. Сен сол кері байланыс келген кезде қабылдап алып, өзіңді жөндеп жіберетін болсаң, оған галочка қойылады, ситуация кетеді. Бірақ бағанағындай жағдайда ол ситуацияға галочка қойылмайды. Сынып атсаң, өзіңді сүйіктілердің қатарына қосып атсаң. Неге? Өйткені екі жағдайда да сынып атсаң да, сүйіктілердің қатарына өзіңді қосып жатсаң да, Аллахтың сүйген құлдарына сен өзіңмен жұмыс жасамайсың деген сөз. Өйткені сен дұрыс емес әрекетіңе кері байланыс деп көріп отқан жоқсың ғой екі жағдайда да. Ал біздің ең негізгі бірінші мақсатымыз, өйткені бір жерде бұл жерде мұсибат деп келсе, басқа жерде Құранда фитна деп айтады. Ауыртпашылық сынақты фитна дейді. Фитнатун юфтанун, түбінің бәрі фатана бір сөзі. Бұл не? Темірді алады, өте жоғарғы температурада балқытады. Мен әрқашан айтамын, бұны білесіздер араб тілінде. Өте жоғары температурада балқытады. Бүкіл қоспаларынан тазартып, болатты шығару үшін, сталь деп айтамыз ғой, болатты шығару үшін соны алып ұрып соғады, осы процесті фитна деп айтады. Алтынды алады да балқытады, қоспаларынан тазартып, таза алтынды шығару үшін. Осы процесті фитна деп айтады. Және осы сөзбен сынақты келтіреді Аллах Тағала Құранда. Яғни сынақ дегеніміз не? Ауыртпашылық деген не? Келген бізді қоспалардан, мына біздің басымызға қиыншылық келген кезде, сол қиыншылыққа алып келген осы жағдайға бізді салып қойған бойымызда дерттер бар. Сол дерттерден тазарту үшін келген ауыртпашылықтар. Ал қашан біз осындай ауыртпашылық келіп жатқан кезде, осындай дәл осындай күйде қабылдасақ, бекерден бекер Алланың қалауымен ғана болады деп айтылып тұрған жоқ. Ал Құранда бір сөз түгіл, бір әріп артық қосылмайды. Енді осы жерде түсіндіріп жатыр. Аллахтың қалауымен болады деген кезде мұсылман адам ойлану керек. Ауыртпашылық Алланың қалауымен болса, сен ойла. Мына венец создания дейді ғой, яғни мына жаратылыстардың ішіндегі ең жаратылыс, ұлы жаратылыс болған бұл адам баласы негізі. Сол адам баласының
өмірінде қандай да бір процесс қалай бекерден бекер болуы мүмкін? Ағаштағы жапырақ бекерден бекер құламаса, Алланың қалауымен біліммен құлайды дейді жапырақтың өзі. Сонда ағаштан жапырақтың үзілуі Алланың қалауы біліммен болып жатса, мына жерде сіздің өміріңізге өте үлкен бір ситуацияның келуі Аллахтың жай ғана бір сізге жібере салған ситуациясы деп ойлайсыз ба? Жоқ, қалауымен болады деген сөздің қосылуы, ей құлым ойлан, бұл жерде менің даналығым бар деген сөз. Егер де подтекстін оқитын болсаңыз. Содан кейін барып тура жолда айтады. Яғни сен мына жерде қазір сынбай, екінші жағынан өзіңді бір сүйікті құлдардың қатарына қоспай, алып, шындыққа тура қарап, мен қай жерде қателік жібердім деп, сосын оны қабылдап, өзіңмен жұмыс жасап, бағана айттық қой, тура жолда болу деген мағынасының біреусі бұл өлеңнің жаңағы тармақтарын жөндеу деп. Сол секілді артық нәрсе ұйқаспай тұрған жерлерде саған мұсылман, Алланың құлы деген кейіпке сені келтірмей тұрған теріс мінездерді алып шыңдап шығарып тастамасаң, сен тура жол таба алмай қаласың, сен сынақтан өтпей қаласың деген сөз. Көрдіңіз бе? Яғни сынақтың ілкі алғашқы негізгі мақсаты мұсылманды сындыру емес, я мұсылманға келіп оны еркінсітіп жіберу емес, сен сүйіктілерденсің деп, асылында ол Аллахқа жақындату, тура жолға шығару үшін тура жолда бола алмай жатқан, қайта-қайта аяғын тайғызып жатқан, сол жолдан бойындағы дерттеріне кері байланыс. Жаным, мынаны жөндеу керек. Жетістікке жету үшін деген нәрсе. Міне сынақтың түпкі мақсаты осы. Көрдіңіз бе? Енді бұл нәрсе не екен? Демек, жұмыс жасалуы керек нәрсе екен. Өйткені аяттың жалғасында айтылғандай, бұл жерде тура жолда жүру, жұмыс жасау керек. Енді мен ойланамын, қай жерде мен қателік жібердім деген секілді. Осындай кезде адамдар аятты ойланып жатады. Асылында инналлаха ла юғайру ма биқауми хатта юғайру ма бианфусихим деген, асылында Аллах тағала қауымның жағдайын өзгертпейді, адамдардың жағдайын өзгертпейді, олар өздерін өзгертпейінше деген сияқты аятты мен өзгерді ойлана бастаймын. Сосын сұрақ қоямын, не нәрседе мен өзгеруім керек сыртқы жағдай өзгеру үшін деп. Бұның да жауабы қайтадан Құранда. Бұның да жауабы Құранда Шамс сүресінде Аллах тағала түсіндіреді. Қад афлаха ман заккаха, яғни оны тазарту ол үлкен жетістік деп айтады. Яғни сынағыңнан құтылып, міндетіңді орындап, галочка қойылатын процесс бұл жаныңды тазартқан кезде болады. Демек, мен неде өзгердім, қалай өзгерем, немен жұмыс жасаймын деген кезде, мына біздің көкірегіміздегі дерттермен санамызды тұмшалап тұрған ограничивающий, шектеуші убеждениеден арылу керек. Арылу керек. Оны арылу медитация арқылы, басқа арқылы болмайды бұл жерде. Бұл жерде Құран мен практика арқылы болады оның барлығы. Мен содан арылған кезде бағанағы сынақтан галочка қойып, ары қарай өтіп, сабағы алып, мына сынақ өзінің мақсатына жетеді. Сол кезде мен сынаққа дейінгі ақ жол мен сынақтан кейінгі ақ жол, сол кезде мен басқаша болып шығамын. Сондықтан да қазір басыңызда қандай да бір жағдай болып жатса, құрметті бауырым, бұл сізге жазадан бұрын, бұл ең бірінші сізге тура жолда болуға кедергі келтіріп жатқан бойыңыздағы теріс жаңағы дерттер және де санаңыз шектеп тұрған дұрыс емес көзқарастарға кері байланыс ретінде келген Аллахтың үлкен мейірім шапалағы десек болады. Өйткені адам баласына берілетін ең үлкен нығмет бұл тура жол. Тура жолдан асқан нығмет адам табылмайды. Өйткені тура жолда болған кезде оның екі дүние бақытына жетуіне ол кепілдік, әрқашан тура жолда болуы. Сондықтан да Аллах тағала негізі сынақты жібереді, біз үшін ең үлкен нығметтің шыңы болып тұрған тура жолға кедергі келтіретін дүниелеріңе кері байланыс ретінде. Сондықтан да осы нәрсемен мен жұмыс жасауға дайынмын, мен сынағымнан шыққым келеді, мен ол үшін не істеуім қажет, бұның табиғаты қалай деп сұрақты ойланатын болсаңыз, біздің байқуатты мұсылман рухани және қаржылай даму орталығымыз бұл сұрағыңызға да жауап беретінде, Құранның аяттарына ой жүгірту, Аллах елшісінің мүбәрәк хадистерінен білім алу мақсатында сол жақтан шығарған түйін сабағымыз бар біздің, сынба деген арнайы. Сол сабаққа біз осы білімдердің бәрін барынша кіргізуге тырыстық. Яғни сынақ келген кезде оны қалай қабылдаймыз, қалай сынып кетпейміз, қалай даңдайсып кетпейміз, өзімізді сүйікті деп ойлап, қалай дұрыс баға беру керек, өзімізге қандай сұрақ қою керек, мінезіммен қалай жұмыс жасаймын, мінез исламның аясында қалай шыңдалады, қалай мен бойымдағы дерттерді көре аламын. Адам өзінің дертіндегі дерттерді көру оңай емес. Бұл жерде не үшін адамдар ұстаздармен істейді, не үшін басқалармен істейді? Өйткені адам өзінің бойына дерттерді көргісі келмейді, ол ауыр тиеді оған. Бірақ именно сол нәрсе ғой оның жанын құрта беретін, оның өмірін қиындата беретін. Біз сабақта сол сұрақтарға жауап беруге тырыстық барынша. Осылай сіз сынағыңыздан аман есен өтіп, Аллахтың жәрдемімен тура жолда болып, екі дүниедегі шынайы жетістікке мен жеткім келеді. Бұл ауыртпашылықтан қабылдаймын, бұл менің дұрыс емес әрекетім кері байланыс екенін мен өзгеруге дайынмын, жұмыс жасауға дайынмын десеңіз, бұл сынба практикумы сізге арналған программа. Дәл қазір практикум программасымен танысып жазылу үшін біздің осы YouTube-тің астында, видеомыздың астында сілтеме бар, сілтемеге өтіп, заявкаңызды қалдырып, программаны алып, дәл қазір бастап кете берсеңіз болады. Мәселе бұл жерде сіздің дайындығыңызда, сіздің шындыққа тура қарай алуыңызда.
Сіздерге сынақтың аясында жеткізгім келген негізгі ой осы болған, құрметті бауырлар. Аллах тағала сіздің қиыншылығыңызға, басыңыздағы ауыртпашылығыңызға өзінің жеңілдігін берсін. Бірақ біліп қойыңыз, Аллах тағала өзінің сүйікті елшісі арқылы, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арқылы бір жеткізген ақиқаты бар еді. 10 жасар Ибн Аббасқа айтады, 10 жасар балаға айтқаны бар, біліп қой дейді. Негізі мына жеңіс деген нәрсе бұл сабырмен бірге жүреді. Жеңіс ол сабырмен бірге жүреді. Бұл Аллахтың келетін жеңілдігі ол ауыртпашылықпен бірге жүреді. Менің айтқым келетіні, сіз бәрібір Аллахтан жеңілдікке үміт етсеңіз, сіз жұмыс жасауыңыз керек. Өйткені Аллах тағала сол өзінің қасиетті кәламында Құранда мынандай сөздерді айтқан: "Уастаину бис-сабри вас-сала" дейді. Аллахтан жәрдемді сабыр және намаз арқылы сұраңдар дейді. Бұл жердегі сабыр көзіңді жауып алып, иншалла өтіп кетем бәрі жақсы болады деп отыру емес. Ондай сабыр емес. Исламда айтылған сабыр бұл шындыққа қарай алуға сабыр керек. Өзіңнің минустарыңды көріп, соны қабылдауға негізі өте үлкен сабыр керек. Білесіз бе? Адам өзінің мойындағысы келмейді ғой, өзінің теріс бойындағы мінез көрсеткіштерін. Соны көруге сабыр керек, және көргеннен кейін сонымен жұмыс жасау. Ал онымен жұмыс жасау оңай емес, иә? Сіз кейде халал нәрсенің өзінен бас тартуыңызға тура келеді. Өйткені анау өршіп бара жатқан дерттен аман алып қалу керек жаныңды. Жүрекке қарай кетіп бара жатыр да, өйткені ол. Сондықтан осы нәрсемен жұмыс жасауға сабыр керек. Көрдіңіз бе? Нағыз сабыр міне осы, нағыз жұмыс жасау осы. Сондықтан да Аллахтан шынайы сіз Алла жеңілдігін берсін деп айту ол әдемі сөз, бірақ ол жеңілдікке қол жеткізудің алгоритмін көрсетіп тұр, онымен жұмыс жасау керек. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жұмыс жасауға дайынмын десеңіз, онда төмендегі сілтеме сіз үшін әрқашан тек қана жақсылықтарда жолығайық. Аллах бізді өз рахымынан алсатпасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.